Абай Құнанбаев жаз. Жазды күні шілде болғанда, көкірай шалғын бәйшешек, ұзарып өсіп толғанда, күркіреп жатқан өзенге көшіп ауыл қонғанда, шұрқырап жатқан жылқының шалғыннан жоны қылтылдап, ат айғырлар биелер бүйірі шығып ыңқылдап, суда тұрып шыбындап, құйрығымен шылпылдап, арасында құлынтай айнала шауып болтылдап, жоғары төмен үйрек қаз ұшып тұрса сымпылдап, қыз келіншек үйтігер бұрала басып былқылдап, ақ білегін сыбанып әзілдесіп сыңқылдап, мал ішінен айналып көңілі жақсы жайланып, байда келер ауылға, аңшылы жылпылдап сабадан қымыз құйдырап, ортасына қойдырып жас үлкендер бір бөлек кеңесіп күліп сылқылдап, жалшы алдаған жас бала жағалайды шешесін, тәпер деп қыңқылдап, көлеңке қылып басына кілем төсеп астына салтанатты байлардың самаурыны бұрқылдап, білімділер сөз айтса бәйгі атында аңқылдап, өзгелер басын изейді әрине деп мақұлдап, ақ көлекті таяқты ақсақал шығар бір шеттен, малыңды әрі қайтар деп малшыларға қаңқылдап, бай байғұсым десін деп шақырып қымыз берсін деп, жарым сақсып жалпылдап, шапандарын белсенген, асау мініп теңселген, жылқышылар кеп тұрса таңертеңнен салпылдап, мылтық атқан құс салған, жас бозбала бір бөлек, су жағалып қутыңдап, қайырып салған көк құсы, көтеріле бергенде қаз сапырса жарқылдап, өткен күннің бәрі үміт, қолдан келер қайрат жоқ, бағанағы байғұс шал ауылда тұрып күледі, қошемет қылып қарқылдап.